Арма көрермен, Алатау ақпараты өз жұмысын бастайды. Эфир тізгіндімен Назерге Бекежан. Мемлекет басшысы Жапонияда бизнес және мемлекеттік орган өкілдерімен кездесулер өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Йорука Койке цифрландыру, смарт-сити технологияларын және қаланы орнықты дамыту, жасанды интеллект, шаһарды басқару ісіне инновациялық шешімдерді енгізу салаларындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Сонымен қатар мегаполистердің тұрғындары мен қонақтары үшін анағұрлым жайлы, экологиялық тұрғыдан таза, қауіпсіз және инклюзивті орта қалыптастыру жайын қарастырды. Сондай-ақ президент Токиода Митсуи компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Тоцио Ясунагамен кездесті. Президент Қазақстандағы белсенді қызметі және Жапониямен экономикалық ынтымақтастықты нығайтуда қосқан үлесі үшін Митсуи басшылығына ризашылығын білдірді. Қазіргі уақытта кәсіпорын халықаралық жеткізу тізбегін қалыптастыруда, инфрақұрылымды дамытуда, энергетика мен өнеркәсіп салаларын өрістетуде маңызды рөл атқарады. Мемлекет басшысы бұдан бөлек Сумитомо компаниясының президенті Шинго Уэноны қабылдады. Қазақстан президенті еліміз Сумитомо корпорациясының орнықты даму мен бизнестің жауапкершілігін арттыруға бейілділігін жоғары бағалайтынын, сондай-ақ компанияны ұзақ мерзімді серіктес ретінде қарастыратын атап өтті. Сондай-ақ Қазақстан президенті Жапония металл және энергетикалық қауіпсіздік жөніндегі ұйымның төрағасы Ичиро Тахакарумен кездесті. Онда геологиялық барлау, аса маңызды минералдарды өндіру және өңдеу, сондай-ақ табиғи ресурстарды орнықты басқару бағыттарындағы ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Мемлекет басшысы JOGME компаниясының Қазақстанда жобаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытып отырғанын жоғары бағалады. Қоқысты әкімдер емес, тұрғындар төгеді. Бүгін Астанада орталық коммуникациялар қызметінде ел алдында есеп берген Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов осылай деп өз тұрғындарын айыптады. Өңірде биыл 326 факт тіркелген. Өкініштісі мұндай іс көбеймесе азаймаған. Қоқыс мәселесін шешу әр азаматтың жауапкершілігі мен мәдениетіне байланысты деді әкім. Бұл негізі жүйелі мәселелердің бірі. Ол біздің өңірде ғана емес, барлық өңірлерде. Қазір өзіңіз өңіріңізге жауап берсеңіз. Иә, мен өзім өңіріме жауап берейін. Енді мен де адаммын ғой. Мен әртүрлі өңірлерге барып жүрмін, көріп жүрмін. Сондықтан аралағаннан кейін. Ондай заңсыз қоқыстарды жинаған жерлер жалпы облысымызда 326 оқиға тіркелді. Ол 326 оқиғаның толықтай бәрі жойылды. Бірақ жылдан жылға оның саны тіпті азайып келе жатыр деп айта алмаймын. Ол біріншіден әр адамның өзінің сана сезіміне байланысты. Ол қоқысты бізге Семей қаласынан немесе Өскемен қаласынан ешкім әкеліп берген жоқ. Оны өзіміздің бәрі тұрғындар жасайды. Ол қоқысты ол жерге мен әкім ретінде немесе ол ауылдың әкімі төкпейді. Ол сол жердің тұрғындары. Сондықтан бұл жерде қоғам өзгермей, бұл жағдай өзгермейді. Қоқыс деген, жалпы қоқысты тазалау деген, ол бір ескі қоқыстың орнын жаңа қоқысқа босату деген нәрсе. Тазалаймыз, бірақ 3 күннен кейін қайтадан ол жерге қоқыс әкеледі. Сондықтан бұл деген үзілмейтін жаңағындай процесс, үзілмейтін жұмыс. Толықтай тәулік бойы біз жұмыс істейміз. Бұл өздеріңіз білетіндей, жалпы біздің өңіріміз бір таза өңірлердің бірі деп саналады. Себебі жауапты және де сана сезімі жоғарғы азаматтарымыз жеткілікті, бірақ өкінішке орай жаңағындай да оқиғалар болады, оны біз мойындаймыз. Бірақ жаңағындай айтып кеткен медициналық қалдықтардың, жаңағы құралдардың қалдықтары болса, ол әрине жаңағы шағын немесе орта бизнестің өкілдері сол жерге бір сондай қалдықтарды қалдырып кеткен шығар. Мен оны енді дәл сол жерге өзім барып көрген жоқпын, сондықтан 100% кепілдік берем. Енді ондай оқиғалар болған кезде біз оны қолға алып, жаңағындай толықтай жоямыз. Облыс басшысының өңірде 25 мың жаңа жұмыс орны ашылды деген баяндамасына тілшілер сенбеді. Ал әкім болса, Кереку өңірі жұмыссыздық бойынша республикадағы ең төмен өңірдің бірі екенін мақтана айтты. Оған тіпті дәлелдерінде бар дейді. Сіз дәл қандай мекемелер тізімі керек болса, мен тізімдей берейін.
Жалпы біздің өңірде ақырғы осы 11 айда 130-дан астам әртүрлі бизнес саласындағы жаңа компаниялар ісін бастады. Одан басқа өзіңіз қарасаңыз, оның ішінде біздің әлеуметтік нысандар да бар. Мен айтып кеттім сізге, 30-дан астам жаңа медициналық нысан салынды. 27-ден астам ауылдарда спорт кешендері мен алаңдары салынды. Оның бәрі жұмыс орны. 7 мектеп салынды. Сондықтан оның бәрін қосқанда 25.500 жаңа жұмыс орны ашылды. Біріншіден, екіншіден оның дәлелі, олар толықтай еңбек ақысын алып, зейнетақы қорына өздерінің төлемдерін жасап жатыр. Оны толықтай дәлелдеуге болады солай. Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданына қарасты Саралжын ауылында қатты боран салдарынан жылқылар табыны қырылып қалды. Оқиға орнынан түсірілген бейнежазба әлеуметтік желіде тарады. Кадрлардан қалың қардың арасында қатып қалған жылқыларды көруге болады. Видео авторының айтуынша, демалыс күндері өңірде қарлы боран соғып, жылқылар су айдыны маңында қалып қойған. Мұз құрсауында қалған мал өздігінен шыға алмай үсіп өлген. Аталған жағдайда жергілікті әкімдік растады. Қазіргі уақытта қырылған мал саны мен келтірілген шығын көлемі есептеліп жатыр. Әкімдік өкілдерінің мәлімдеуінше, қолайсыз ауа райы туралы тұрғындарға алдын ала ескерту жасалған. Алайда малды қорада ұстау жөніндегі талапқа кейбір тұрғындар құлақ аспаған. Бюджет қаржысының мақсатсыз жұмсалуына қатысты тағы бір дерек анықталды. Жетісу облысының Бақтыбай ауылындағы мәдениет үйін жөндеуге бөлінген қаражат тергеліп жатыр. Жоба бірнеше жыл бұрын басталғанымен, нысан әлі күнге дейін пайдалануға берілмеген. Тексеру кезінде орындалмаған жұмыстар үшін төлем жасалғаны белгілі болды. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 200 миллион теңгеден асады. Аталған факты бойынша қаржы мониторинг агенттігі тергеу жүргізіп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігі Жетісу облысы бойынша департаменті Бақтыбай ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде. Тергеу барысында бұрын қабылданып, төлем жүргізілген бірқатар жұмыстардың нақты орындалмағаны анықталды. Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал 212 миллион теңгеден асты. Күдіктілердің мүлкіне шектеу қойылды. Павлодарда 19 жастағы жас жігіт есірткі тасымалдаған үшін ұсталды. Полиция оның қалтасынан бірнеше пакеттер тәркілеген. Алдын ала болжам бойынша есірткі қоймасын жас жігіт өзі жасаған. Күдікті заңсыз интернет дүкенінен тапсырыс беріп, таратуды жоспарлаған. Әшкереленген пакеттерде 5 граммнан астам синтетикалық заттар барын көрсетті. Қылмыстық іс қозғалып, күдікті қамауға алынды. Ақтауда полицейлер көліктен шыққан өртті сөндіріп, тұрғынды құтқарып қалды. Нексия көлігінің өртеніп жатқанын көрген полиция қызметкерлері дереу әрекет етіп, жолды жауып, қосымша көмек шақырды. Өртті сөндіруге қатысқан тәртіп сақшылары жүргізушінің есінен танып қалуына байланысты оған алғашқы медициналық көмек көрсетіп, өмірін аман алып қалды. Тағы да ұшақ апаты. ақш-та жеке бизнес-джет қону кезінде оқыс оқиға орын алды. Солтүстік Каролинадағы Сейтсвилл әуежайына бет алған қос моторлы Cessna S550 таңда құлаған. Оқиға салдарынан қаза тапқандар барын округ шерифі растады. Алайда борттағы жолаушылар саны әзірге нақтыланбады. Апаттың себеп салдарын федералды авиация әкімшілігі мен көлік қауіпсіздігі бойынша ұлттық кеңес анықтап жатыр. Қытайда роботтар мектепте оқып жатыр. Қытай жасанды интеллектіні елді жаңғыртудың басты бағыты ретінде дамытып келеді. Бұл сала орталық экономикалық жұмыс кеңесінде негізгі басымдылықтардың бірі болып белгіленді. Сычуань провинциясында жасанды интеллектімен жабдықталған роботтар қарапайым мектепте білім алуда. Олар тыңдау, сөйлеу, қозғалу және кедергілерден өту дағдыларын меңгереді. Сабақтар негізінен тәжірибеге бағытталған. Роботтар тұрмыстық және өндірістік жұмыстарды орындауды үйреніп жатыр. Қытайда жасанды интеллект индустриясының көлемі 127 миллиард доллардан асып, ол нақты экономикаға белсенді енгізіле бастады. Жәнібек Әлімханұлын допинг дауына байланысты рейтингтен шығарып тастады.
IBF және WBO тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы допинг дауына байланысты The Ring журналының рейтингінде енді жоқ. Бұған дейін отандасымыз аталған рейтингте бірінші орында тұрған. Бұрын рейтингтің көшін бастап тұрған Жәнібек Әлімханұлы осы айдың басында алынған ВАДА допинг тестінің оң нәтижесінен кейін тізімнен алынды. Сол себепті қалған боксшылар бір сатыға жоғарылады. Ал Хесус Рамос Джуниор алғаш рет рейтингте үздік ондыққа кірді деп жазды The Ring. Енді Жәнібек Әлімханұлының допинг сынамасы 2026 жылдың 8 қаңтарында ашылады. Боксшының спорттағы болашағы аталған сынаманың нәтижесіне тікелей байланысты болмақ. Алматы қаласының Наурызбай ауданында орналасқан номері 176 мектеп гимназиясында әлемдік білім беру үдерісі, тәжірибелер мен жаңа бастамалар, Ұлыбритания тәжірибесі бойынша атты қалалық семинар өтті. Іс-шара Алматы қаласы білім басқармасының қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің және Наурызбай ауданы білім бөлімінің қолдауымен ұйымдастырылды. Қалалық семинардың басты мақсаты халықаралық озық тәжірибелерді зерделеу, білім беру сапасын арттырудың тиімді жолдарын талқылау және педагогтар арасында кәсіби тәжірибе алмасу. Семинар жұмысында жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, мектеп мұғалімдері, әдіскерлер мен білім беру саласының сарапшылары қатысты. Іс-шара барысында Ұлыбританияның білім беру жүйесіндегі жаңашыл тәсілдер, оқытудағы цифрлық технологияларды қолдану, оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту, критериалды бағалау және инклюзивті білім беру мәселелері кеңінен сөз болды. Қатысушылар британдық тәжірибенің Қазақстандық білім беру кеңістігінде тиімді жүзеге асу тетіктеріне ерекше назар аударды. Педагогикалық серіктестік жүйелі түрде дамытылып, жоғары оқу орындарымен бірлескен педагогикалық сыныптар ашылуда. Жас мұғалімдерді даярлау және Ұлыбританиялық тәжірибесіне негізделген цифрлық білім беру ресурстарын тиімді қолдану негізгі бағыттардың бірі ретінде жүзеге асырылып келеді. Семинар аясында ашық сабақтар, тәжірибелік шеберлік сыныптары мен пікірталас алаңдары ұйымдастырылып, қатысушылар нақты әдістемелік ұсыныстар мен практикалық үлгілерімен танысты. Бұл өз кезегінде педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыруға және заманауи білім беру талаптарына бейімделуіне мүмкіндік берді. Жеткіншек жас ұрпақтарымызға өте керемет бастау деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде біздің алатынымыз да, қосатынымыз да жас ұрпақтарға өте бастау болып есептелінеді деп ойлаймын. Керемет дүниені бастау етіп көрсетіп жатыр. Бұл жердегі жаңадан практика алып жатқан білім алушы студенттерге және жас жеткіншектерге беретін тәрбиесі мол. Өйткені жаңа жаңалықтармен және жаңартылған білім бағдарламасы бойынша жасанды интеллектті қолдану да өте керемет ұстанымдарды көрсеткелі жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай қалалық семинарлар халықаралық тәжірибені ұлттық білім беру жүйесімен ұштастырып, білім сапасын жаңа деңгейге көтеруге бағытталған маңызды алаңға айналып отыр. Семинар соңында қатысушылар болашақта да осындай мазмұнды әрі тәжірибеге негізделген кездесулерді тұрақты өткізу қажеттілігін тілге тиек етті. Олжас Уәли, Талғат Жанбота, Алатау ақпараты. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жақсы жаңалықтармен жүздескенше ағайын.